Сәлем достар, сіздермен мен Ағила. Бүгін біз сіздермен рогалики булочки пісіретін боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар ұн, жұмыртқа, шекер, сүт және сұйық май. Ұнға жұмыртқаны жағамыз және үстіне дрожж салып қоямыз. Жылы сүтке шекер салып ерітеміз. Одан кейін ұнға құйып жайлап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жақсылап иіні қанғанша қамыр илейміз. Үстіне сұйық майын қосамыз. Осылай жақсылап біріккенше қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырды 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Мінекей менікі 1 сағат тұрып осылай көтерілді. Үстіне кішкене май сеуіп барлық қамырды аламыз да енді осыны өзімізге қажетті көлемде кесіп алатын боламыз. Дәл осылай барлықтарын осылай бөліктерге бөліп аламыз. Барлығын осылай дайын болғаннан кейін бетіне пакет жауып қайыс кетпес үшін демалдырып қоямыз. Басында жайылған қамырларды оқтаумен жайып, шетіне мен вареный сгущенка қолдандым. Дәл осы видеодағыдай фигурка жасаймыз. Мінекей осылай дөңгелетіп жайып аламыз. Бір шетіне салмасын салып бүгеміз. Қалған несін осылай пышақпен разрез кесіп осылай ораймыз. Рогалик формасы шығады сонда. Осылай формаларын жасап жатқанда алдын ала духовканы қыздырып дайындап қоямыз. Дайын болған бүгілген булочка рогаликилерімізді противенге риске тереміз сразу. Астына май жағамыз. Осы бүгілген рогаликидің өзін 10-15 минутқа тағы да подъемға
демалдырып қоямыз кішкене көтерілгенше. Духовкаға салар алдында осы дайын болған рогаликтердің бетіне жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Мінекей менде осылай дайын болды. Бетіне осылай жұмыртқаның сарысын жағамын. Қызып тұрған пешке 180 градусқа саламыз. Міне осылай дайын болып шығады. Өте дәмді. Ас болсын. Рецепт ұнаса лайк басып парақшаға жазыламыз. Назарларыңызға рахмет.